Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, баламның тәбетін ашатын ерекше идеямен бөлісемін. Ең алдымен 6 картошкамыздың үстіне 4 жұмыртқаны салып, ішіне аздап тұз салып, жұмыртқа тез пісетіндіктен 10 минуттан кейін сүзіп алдым. Картошкасы пісіп дайын болам дегенше подливкасын дайындаймыз. Подливкасын дайындап алдық. Енді табаға май құйып, бірінші морковты қуырып аламыз. Ішіне аздап тұз саламыз. Жуасын, томатын салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Шамамен 10 минуттай қуырып алдым. Дайын болған картошкамызды осылай езіп, жұмыртқаны сыртына қаптайтын боламыз. Менің идеям ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Неге осындай шарик қылып дайындап аламыз. Және де осы шариктердің бәрін ұнға араластырып, майға қуыратын боламыз. Табаға майымызды құйып, картошкамызды бір-бірден барлығын қуырып дайындап аламыз. Дәмі осындай ерекше болып шығатын ас мәзірін сіздер де дайындап көріңіздер.